сылтау ұрады, сен сылтау ұрсатын молдалар емес. Жай бүйтіп айтатын, кішкене жұмсақ айтатын, бір жақсы жүзінде бір қазақ айтпақшы нұры бар, тілінде балы бар, жүрегінде жалы бар, сөзінде мәні бар. Сондай адамды шақырып, бір сұхбат құрдырыңыз. Көтерсін, мақтасын, жақсы сөз деп айтсын, қандай мынандай жақсы балаңыз бар деп сізді келтіріп отырып, сөзді философиялық құралатын болса, онда иншалла жүрегіне келтіреді. Сіз соның алдында дұға қылыңыз. Аға, қызым тұрмысқа шықпай жүр, жасы 27-ге келді. Уайымдап жүрмін. Болмаса қызым жасты, артық қылығы жоқ, жақсы, сонда да тұрмысқа шықпай жүр дейді. Қазір енді кісілер кіріп көріп жатыр, осы жерде мен аккаунтымда бұның қызы қандай екен деп, үйлене алмай жүрген жігіттер қазір көріп жатыр. Сіздің қызыңыздың сізге кіреді, сізден кейін аккаунт қызыңызды белгілеп қойыңыз, соған кіріп құдай қаласа бағы ашылсын. Бұл бірінші. Екіншіден, қызыңызға дұға қылыңыз алтыным. Аналардың дұғасы аспан тесетін дұға. Осыны ұмытпаңыздар. Аналардың дұғасы аспанды қақ жаратын дұға. Сондықтан қызым тұрмыс құрсын деңіз. Ол екінші. Үшінші, қайта-қайта ескертіңіз. Қыздар ақша болса, жұмысы болса, Майкл Корстың сумкасын алып, дайысын алып, мәз болып бүйтіп жүргендер көп. Сол 27 келді ма, 37 енді 40-тан ары қарай өзіне тұрмыс құруды өзі шансы төмендейді. Төмендеген үстіне төмендейді. Сондықтан, я еще молодая деп ана психологтардың бәрін тыңдап, ақылынан кетіп жүргендер көбейіп бара жатыр. Сен еще молодая, бәрі маған бүйту керек, аяғыма жығыл, сен аяғыңа ешкім жығылмайды. Сен қызыңызға да ешкім жығылмайды, айтып қояйын. Сондықтан да сол тең-теңімен ананы менсінбей, анандай деп жүргенде біротыла қалып жүреді. Сондықтан кішкене ұрыссын. Сіздің сөзіңіз жұмсақ болуы мүмкін, әкесіне айтқызыңыз. Қызым, бұлай болмайды. Біздің тұрмыс құруын керек. Одан кейін қазір кейбір қарындастар Ырыскелді мешітінде, ұстаз бар, келе беріңіз. 3 ұстаз бар бізде. Сондықтан әйел кісілерге қызды ұрыссын біраз, айтсын, қызым, бағың ашылсын деп, әрдайым әкесі де, сіз де дұғада болыңыз. Содан кейін айтыңыздар. Кішкене қаттырақ айтыңыздар. Мәз болып, жаңа тапқан дүниесін өз киіп, білем, біздің әкелер қызын жақсы көреді, ақшасын алмайды. Ол қыз жұмыс істеп, өз ақша тапқаннан кейін өз ақшасына өз бу болып, мас болып жүре береді. Күнде кафе, күнде ресторан, ахаха, оқоқо, анда-мында, тикток, инстаграм, сонымен өмір өтіп кетеді, жылтырақ өмірмен. Сондықтан ардақтар. Одан кейін бір қате сөздің біреуі, жаңағы мен кейін өзім үшін туып алам дейді. Кейбір ата-аналар өздеріңіз құртасыздар. Қалай? Ештен кетпейді. Кейін өзің үшін туып аласың. Немесе біреудің баласының басын айландырып ал деген сияқты сөздерді үзіп айтады. Немесе біреуден туып ал деп айтады. Бұл қалай, не сөзі? Мен талай құлақтан естігем. Әжептәуір кісілер қызына сөйтіп айтады. Сол қыздардың ақыры өмірі жақсы болмады. Мал мүйізден байланады, адам тілдер байланады. Сиыр, қой етінен определенный күндер тамақ істе деп айтып жатыр әруақ үшін. Әруақтар қысып жатыр деп. Қаншалықты дұрыс? Әруақтар че по заказу ресторанда жүрме не олар? Дұрыс емес ол. Ол шайтан сөз. Егер түсінде көрген болса, егер өңінде бір емші біреу айтқан болса, өз жегісі жүрген адам определенный тамақты, сондықтан ондай сөз жоқ. Балаға, аруақтарға тамақ емес, аруақтарға дұға мұқтаж, батаға мұқтаж. Ассаламу алейкум, устаз. Можно ли общаться с девушкой, которая против ислама? Охо. Против ислама она не является уже мусульманкой. Если она, будучи, зная, осознавая свои слова, говорит, это является уже выходящее слово из лона ислама. Человек становится не мусульманином. Соответственно, мусульманину общаться, дальше развивать отношения с немусульманкой. Именно, не просто с немусульманкой по рождению, по воспитанию, а именно по становлению не мусульманином, то есть они их называют в исламе муртадами, в исламе будет запрещено. Но если есть какая-то надежда при этом, особо хочу подчеркнуть, если есть какая-то надежда, то в процессе разговора, в процессе вашей беседы она обратно придет в свою родную гавань, ислам, то есть надежда, используйте эту надежду. Өзің үшін туып ал деген Алла сақтасын, бар шариғат бойынша болған есін. Ай, тамаша. Үйдегі кіші келін кетіп қалды үйіне. Соған ақылымды айтсам дұрыс па? Енем араласпа дейді. Арада 4 балалары бар дейді.
Сіз үлкен келінсіз ғой. Сіздер неге келінге ақыл айтасыздар? Неге күйеу балаға айтпай, өз қайның айтпайсың? Сен қайның ғой енді ол. Неге қайның ақыл айтпайсың? Неге кеткен адамға ақыл айтқышсыздар барлығы? Бүгінгі бар үйдегі анау кеткен, ол кетті ғой енді. Мысалы кеткен адам өлген адамға теңесек, сіздер өлген адаммен алысып жүрсіздер да? Жоқ, тірімен алыссаңыздар шында, қалды ғой артында. Бала қалды. Сол әйелді қуып жіберген еркек қалды. Соған айтқан дұрыс шығар. Әйел бекерден бекер кеткен жоқ анау. Егер кеткен болса, жолы болсын. Бірақ бір себеппен кетеді ғой адам. Себепті туындатқан кім? Анау үйдегі адам. Сонымен сөйлесеші қайныңмен. Ол сені менсінсе, жеңге деп. Егер менсінбесе, енді сен ол үшін бір байдың қызы болсаң, сен менсінеді енді. Сізді тыңдайды. А егер жай алса, күйеуің айт сөйлес ана бауырыңмен. Алып келсін ана де. Мен абысынымды алып келсін деп, сонымен сөйлес. Үйленейін деп жүрген қызымның әкесі жоқ. Өгей әкесі бар. Сол кісінің рұқсатын алуым керек пе? Әлбетте. Әлбетте. Шариғатта ол әкесі болып есептелінеді. Өгей әкесі де әкесі болып есептелінеді. Ол сол әкесі қарамай қаңғып тастап кеткен кезде, сол сенің жаңағы үйленейін деген қызыңды соны алақанына салып, менің қызым деп бағып өсірген сол өгей әке. Өзінің өз әкесі ұрып текпілеп, әйелін қуып жіберген кезде, сол қаңғып кеткен кезде, сол өгей әке оған әке болып берген. Соны туған шешесіне жар болып берген. Ол не сөз ол? Рұқсат сұрайын бол адам емес. Сенің әйелің сол әкесі менсінбесе де өгей әке, сен соның құрметін кіргізіп бер. Түсінікті? Тудырдым деп қаңғып кеткен ол әкесі, адам орнына санамай. Сонда қалай барап, қай үңгірге тығылам деп, кімге енді қолымды телміртем дегенде, сол қолына қамқорлығын алған сол кісі. Сондықтан қызметін жаса сол. Сұра содан. Сенің әйелің менсінбеуі мүмкін, бірақ сен құрметте оны. Күйеуің күніге таңғы сағат 7-ге дейін қыдырса, не істеуге болады? Жетонда шайың дайындап тұр сенде. Жетонда шайың дайындап күтіп ал. Түн қанған боқпаса, түсті боқ-боқ болып келеді, тазылайсың, іштен кетпейді. Енді ақымақ адам не істейді енді? Саған ерегістіріп, саған от жағып, жоқ, ондай байдың керек жоқ, қаңғып кете бер сенде деп айтады, айтпаймын мен оны. Сол бәрібір жарың. Қашанғы қаңғайды, келетін шығар, мына жерде міне отыр міне. Бәленбай жыл қаңған күйеуді күйеу қылып ұстап отыр міне. Ештеңке жоқ. Қазір соларда сен сияқты ерегісіп, бұндай күйеудің маған керегі жоқ деп кетіп қалғанда, мына қазір бала тумаған болар еді, күйеуі жоқ болатын еді, бәрі күйеусіз қалған болады. Солар шыдап, құрысын деп тілін тістеп, кішкене шыдаған. Сен де кішкене шыда, көресің. 7-ге дейін қаңғымайтын болады жаным. Неке құрғанымызда 9 жылды ЗАГСпен, бірақ некемізде енді бұл проблема емес қой, алтыным ау. Айтшы, бұл проблема емес қой. Әбетте детский питаниеда сатады екенсің, детский питаниедан тамақ істеді, үйге молдан шақырып, ол да детский питание жесін. Сонымен бәрін детский питание жеп, молда некеңді үйге келді, Құран оқып беріңіз десем, молда келді. Соны айт, походу неке қия сал десем, походу қия салады, болса мен бұл вопрос шешіліп кетеді. Ешқандай қиыншылығы жоқ жаным. Күйеуім жөні жоқ боқтай береді. Болмайтын зат үшін уже шаршадым дейді. Ол өзінің әкесін өзі боқтайды, өзінің анасын өзі боқтайды, өз қарабасын өзі боқтайды, өз қарабасын өзі жұтады. Енді сіз не қыласыз онымен жағаласып? Ол сені боқтаса да, шариғатымыз не айтады? Ол өз анасын өзі боқтайды. Өйткені сенің анаң оның анасы, сенің әкең соның әкесі. Сондықтан кіріспей ақ қойыңыз. Міне, күрсініп жазып отыр. Мәрзия апагеміз, ай, Алла разы болсын қарындасым. Иә, ер адамның қаңғуы уақытша дейді, әне. Жарықтық, Алла разы болсын. Тамаша адамнан тамаша сөз шығады. Сізден сұрайын деген едім дейді. Намаздарым қаза болып жатыр. Уайым, қайғы көп, ойлап кете беремін. Не істесем болады? Кішкентай 2 қызым бар, кейде үлгермей қаламын дейді. Намазының кедергісіне не болып жатыр? Сол 2 бала ма? Сол 2 баланы берген кім өзі? Құдай емес па? Сол Құдайға, сол оны берген Құдайға уақыт таба алмасаң, сол 2 баланы берген Құдай алып қойса не істейсің? Сол кезде уақыт көп болып қалады, білесіз ба? Мал мүйізден байланады, адам тілден байланады. Кімде кім? Баламның себебі, балам маған намазыма кедергі десе, сол баланы Құдай алуға мәжбүр болады. Өйткені қой бұның намазына кедергі болмасын деп. Маған бір жігіт айтады, мен мына жұмысымда намаз оқи алмай қалдым дейді. Бопты деп шығып кеттім, 2 күн болған жоқ, ұсталып қамалып жұмыстан түсіп қалды. Не болды дедім? Алла тағала жұмысты проблема қылып, жұмысты тартып алды. Енді оқысайшы, бәрібір оқымайды.
Неге? Өйткені мына жерде жоқ та. Сол үшін ардақтылар, ондай дұрыс емес. Ортаға қойма. Сон бәрін берген Аллаға 2 минут таба алмасаң, бұл өмірдің мәні не, айтшы? Өмірдің мәні не, алтыным? Түсінем, пендеміз, ұйықтап қаламыз, адамбыз, ондай бәрімізде болады. Бірақ жалпы ол нәрсе жақсы емес. Арам, қаза болады. Ал руластар қыздар алуға боламы? Алмайды. Қазақ дәстүрінде үйленбейді руластар. Алыстан үйленеді, алтыным. Махаббатың жарылып тесіп баратса да руласқа барма. Жақсы емес ол. Қан тазалығы, ру тазалығы, біз келешек тұқым тазалығы, ген тазалығы қазақтың шариғатта жоқ, дұрыс. Шариғатта ала берсең болады. Бірақ шариғатта туғанның балалар бөлілер де үйлене берсе болады. Енді біз ол жерде оны біздің халқымыз қолданған жоқ қой. Біздің сол шариғат шеңберінде ала бер деген сөз емес ол. Шариғат ала бер демейді. Бірақ бұл жерде тыйым жоқ. Сондықтан біздің салтымыз, дәстүрімізді алмайды, алтындарым. Үйленбеңіз, басқа жақтан тап. Не көп, қыз көп. Сені күтіп жүрген көшеде арғы бетіне кішкене арғы бетке түсіш. Бергі бетте бәрі руласта бір көшеге тұрып аласың. Келесі параллельный көшеге түссең, о жақта да нормальный қыздар бар. Келесі подъезде. Күйеуім талақ беріп қайта неке қидырғысы келмейді. Бір үйде тұрмыз, ата-енем қызметін қыламын, бірақ мүлдем неке жоқ дейді. Неке қиылу керек жаным, айт. Шарт қойыңыз. Жігітім орыс дейді, не істейміз дейді. Исламға келтіріңіз. Кейбіреулер білмей сүндет дейміз деп жүргендер бар. Ол адам Құдайға сүндет деген жермен сенбейді, алтыным. Самый главный, сіз айтып қоймасаңыз болды ешкімге. Мәселе сол. Сондықтан да бұл жердегі ең негізгі мәселе оның исламға келуі. Егер сіз біріншіден исламға келмейінше сізбенен қарым-қатынасы арам. Ал енді неке қиылмайынша одан да арам. Сүтсай туралы муфтияттың фатуасы бар, көріңіз. Күйеуін боқтаса, үндеме қоя салайық па? Қарындастары бар, аялап сыйлайды, айтқандарын жасайды, ата-анасының бетінен алмайды. Аллаға шүкір, бірақ маған боқтайды жиі дейді. Ақымақшылық, плюс жындылық, бірақ плюс тағы да ақымақшылық. Не айтамыз енді? Сізді боқтағандан енді семьяңды бұзып, семьяны боқтадым деп семьяңды бұзып сөйтсең, енді әр адам өз семьясын, өз басын өзі біледі. Түзу көңіл дейді, қисық сөзге мән бермейді дейді. Жақсы адам боғауыз сөзге мән бермейді. Мен түрмеге барам. Осын жақсы естіп алыңыздаршы. Түрмеге барам жиі. Сон түрмеге барғанда сұраймын қазақтардан, не үшін сотталдың деймін. Сөйтсем, анау мені ұрдың біреуді өлтірдім дейді. Не үшін өлтірдің? Не үшін өлтірдің? Мен шешемнен боқтады дейді. Бопты боқтады. Не болды итоғы деймін. Көріп тұрсыз ғой дейді. Ол өлді, мен 18 жылға сотталдым дейді. Ал, ол тірі қалды дейді кейде. Мен 17 жылға сотталдым дейді. Кім жеңді? Сіздің ата-анаңызды боқтаса, сіздің абейіріңіз түсіп қала ма? Ата-анаңыздың аруағына сол сөз тиет деп ойлайсыз ба? Жоқ, ол өз сорлы өз басына тілеп жатыр. Сондықтан оған мән бермеңіз. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи боқтаған. Қазір біздің бүкіл мұсылмандарды боқтап жатыр. Тәңіршеде бар, басқасы бар, аузына ақ ит кіріп көк ит шығып жатыр. Қағбаға дейін боқтап жатыр. Енді кейін анау мемлекетіміз қолға алып біразын кешірім сұратып сүміретіп шығарып қойыпты ғой біразын. Кішкене тәубасына келіп жатыр. Сөйтсе де, енді солармен соқсамыз ба енді біз? Сіз бүйтіп айттың, мен бүйтіп айттың, мұсылмандар 80% деп айттың, біз ондай емес, біз қазір деп төбеге шығайық, сол ақылдық боламыз ғой? Ақымақтық болады. Түзу көңіл қисық сөзге мән бермейді дейді. Ардақтылар. Сен өзің түзілайшы, сенде проблема бар. Сені жаман, мен ондай емеспін деп не қыласың дәлелдеп? Демек сен адам үшін істеп жатқан боласың. Жоқ, сен Құдай үшін істеген адамсың. Сен намаздан біреу сізге айтса, сен намазың қабыл емес десе, жарайды, қабыл емес деп кетіп қаласың ба? Неге қабыл емес деп төбелесесің бе мен? Жоқ. Сен қабыл емес десе, қабылдайтын сен бе едің деп жауап береміз. Жоқ, қабылдайтын кім? Құдай. Құдайға оқып жатсың, болды, не қыласың ол ортаға? Қайтесің оны біреу үшін? Жасай беріңіз Құдайға өзіңіз үшін. Болды. Қарагөз қарындастарым дейді, өз қазағың ашық күйеуге тектілікті жолатпаңдар. Дұрыс қой жан, мен де соны қолдаймын. Енді алмай жатыр ғой қазақтың қыздары, жігіттері. Қазақтың жігіттері аламай жатыр. Өткенде бір қыз қап-қара балаға шықты негрге. Неге шығасың десе, қазақ алмай жатса, қазақтар мазақтап жатса, оны өз толық қыз екен, әдемі булочка көп жеген екен. Енді булочка жеп өскен қызды алмасаң сен, біреу ол да бақытты болу керек шығар, болды күйеуге шығу керек шығар. Ешкім алмаса, 55 келгенше отыра бере ме күтіп? Қазақ келеді маған деп, ол да ары қарай бақытты болып, мұсылман болса болды шариғатта. Енді бұл жерде оның да өмірін ойласаңыздаршы. Önde өмірін орлайық біз. Ол да бақытты болсын, ол да перзент сүйсін. Енді мәселе сен ал тоқалға. Тоқалға да жаман келмейді. Еще тіліміз 2 метр, алма күйеуге шықпа дейміз. Қалай болады сонда?
Менді түсініп отырмын. Қазаққа шығу керек. Бірақ алмай жатса не істейсің? Бәрі аяқ ұзын секретаршаны іздеп кетті. Не істейсің оны? Балдызы медресе бітірген, бірақ әкесі ұрсып намаз оқытпай қойды. Ол жерде тағы бір проблема бар. Ол сіздер маған ана айтқан кезде медалдың мына бетіне қайтасыздар. Мен мынау неге әйелдер туралы көп айтамын, білесіздер ма? Өйткені маған жекеге дайрекке жазғандарды оқығанда мына өмір не болып барады деп таңғаламын. Сол сияқты ерлер әйелдер туралы емес, әйелдер күйеулер туралы айтқан кезде шашымды бүйтіп жағамды ұстаймын. Ішінде танымал адамдар бар. Ойбай, Құдай сақтасын, бісміллә. Өзім осындай оқығанда өзім жүрегім ауырады. Сондықтан әр нәрсенің өзінің жөні бар, арақлар. Біреу айтқан кезде ол жерде көп артында мәселе бар. Неге оны қолдаймын? Өйткені жылаған әйел, қиналған ата-ана көп, білесіздер ма? Сондықтан соларды анау кейбір ақыл есі кем, шетелдің бір нәрсесін оқыса, оқымаса психологтарына барып өткенде соғанда келді. Жылап, қаңғытып, сен өзің личностьсің, сен өзің бар. Мен кеше ғана бір әйел келді. Балам 20 бір нәрсеге келді, сен жаңағы өзі бала айтыпты, мен жыныс мүшемді кесіп тастаймын, мен қызбын депті. Ол бала қызбын депті. Енді Канадаға көшейін деп жатыр, Америкаға көшем, сол жақтан жынысымды ауыстырам деп жатыр. Жылайды солқылдап мамасы. Не істеймін деп. Жалғыз бетіне қараған ұлым, не болды мынан тағдыр дейді. Соны психологқа апарсам дейді. Психолог айтты дейді. Дұрыс, қабылдаңыз, ол қыз бала деп айтты. Мынаның жындығын ғой, мен мына сауыма десем, мынау жындығын. Қайда қабылдаңыз, сен маған мына баланы қойдыр, бұл ұл бала, қайда қыз бала. Бұл ұл қып тәрбиеледім. Бұл өзі қызбын десе, соны қызын істей беру керек па деп, сөйтіп әбден жүрегімді еңкілдеп жылайды. Мәселе осындай. Сондықтан да осыған кішкене бір дұрыс бағытсына сылтауымыз. Іліміңіз, біліміңіз, оқығаныңыз, тоқығаныңыз, оны личность қып шығармау керек. Оны ата-ананың қызметіне алып келуіміз керек. Біздің әлемдік деңгейдегі психологиядан біздің өзіміздің жолымыз, бағытымыз бар. Діннің өзіндегі айтып жатырмыз. Діннің өзін ұстанғанда біздің қазақтың өзінің ұстану жолы бар. Соған келген сияқты психолог та осы ұлтқа қызмет қылу керек, халыққа қызмет қылу керек. Кез келген ілім елге қызмет қылу керек. Халықты тәрбиелеу керек. Діннің де негізгі мақсаты адамзаттың бақытын үшін келген. Адамды шақыстыру үшін емес бір-біріне. Шешең мысалы намаз оқыма деді, қызын ұрды. Ол жерде тағы бір мәселе бар. Жаңа айтып отырсыз, қызын ол жерде бекер ұрған жоқ ол. Значит, ана қыз орамал тағып алып бір нәрсе деген, әке-шешесімен салғыласқан, сендер намаз оқымайсың, кәпірсің деп айтқан шығар. Ол жерде бір нәрсе бар ол жерде. Сіздер ана тек қана бүйтіп бір жетін көрсетуден, Құдайдан қорқыңыздар біріншіден. Ешқандай ата-ана өзінің қызына, бала шағасына намаз оқығанына тиіспейді. Бұл жерде сол баладың бір проблемасы бар. Сондай біз білеміз ондайды, көп ондай жағдай. Мен намаз оқыдым деп, ананы кәпір қып, мынаны кәпір қып, әке-шешесін тыңдамай, намаз оқымайды олар тыңдамаса кәпір деген сол жерде бір майда шикілік бар сол. Соны жайлап түртіп көрсең әкесін шақырып, мынандай том-томмен айтып береді. Мінезі дұрыс емес, значит. Сол жерде көп мәселе бар. Дін ол намаз оқыған сайын адамды сабырлыққа, шыдамдыққа, мейірімділікке, ақпейілдікке алып келу керек. Тырысуға, жек көруге, ата-анадан қашу үшін емес. Мәселе осыда. Ана ата-ананы тыңдамаңдар деген сөз, ол қате сөз. Тыңдаймыз біз. Сол ата-ананың қызметінде боламыз. Біздің бақытымыз, салтымыз, дәстүріміз бізді осыған үйреткен, біз осыдан шықпаймыз. Ата-анаң намаз оқыма десе де оқимыз, бірақ ата-ананың мейірімден құшақтап, аяқ қолында өлуге дайынбыз. Осылай болу керек. Аллах Тағала күндеріңізге береке берсін. Алла разы болсын. Дендеріңіз сау болсын. Аллах Тағала күндеріңізді жақсылыққа толтырсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.